Үнемшілдік қазіргі нарық жағдайында әр адамның бойынан табылуға тиісті өте бір жақсы қасиет. Өйткені үнемшіл адам ешкімге де есесін жібермейді. Барлық уақытта тек пайдасын ғана ойлап, жаңағы үнемшілдік жасайтын жерде мүмкіндікті жібермей пайдаланып отырады. Сондай-ақ үнемшілдік пен бақуаттылық деген екеуі бір-бірімен байланысты ұғым. Үнемшіл адам бақуаттылыққа қол жетуіне мүмкіндіктері мол болады. Ысырапшылдық ақырында кедейлікке жеткізеді. Ақшаны дұрыс пайдаланбау, орынмен пайдаланбау, бұл міндетті түрде адамды кедейшілікке құлдыратады. Өкінішке орай қазіргі кезде көп адамдардың бойынан осындай үнемшілдік деген қасиет табыла бермейді. Көп адамдар сол сезімге беріліп, немесе сол сәттегі бір қысқа пайдасын ойлап па, сондай бір ысырапшылдықта ұрынып жатады, үнемшілдікті ұмытып жатады. Нарық жағдайында қазіргі бәрі ақшаға сатылатын жағдайда, бәрі есептелетін жағдайда, әрбір тиынды ұқыптап, үнемдеп пайдаланған жөн болады. Осы жақында ғана өзімнің басымнан кешкен бір оқиға туралы мен айтып берейін. Осы үнемшілдікке қатысты. Таяуда бір кісі келіп менен займ туралы сұраған болатын. Мынау тұрғын үй кооперативіне байланысты 2% өсіммен жылына 10 жыл мерзімге берілетін, пәтер сатып алуға берілетін займ туралы соның мән-жайын айтып түсіндіріп беруді сұраған еді. Мен қолымдағы барлық ақпараттарды ол кісіге көрсетіп, бәрін түсіндіріп айтып бердім. Ол кісі 10 миллион теңгеге үй алғысы келеді екен. Алғашқы жарна төлейтін ақшасы да бар, 35% ақша алғашқы жарна төлеу керек дегенде ол кісі айтты, менде ондай ақшам бар, төлей алам деді. Мен калькулятормен тіпті оның ай сайын қанша ақша төлейтін бәрін есептеп көрсетіп берген кезде ол кісі қатты риза болды. Шынында да мынау өте маған қолайлы екен, мен осы займды аламын деді. Сөйтіп отырғанда бірақ жаңағы кооперативтің шарты бойынша алғашқы жарнаны төлегеннен кейін кооперативке мүше болған адам кезек қояды. Сол кезек 6-7 айдың ішінде кезегі келген кезде ғана ол займды алады. Өйткені кооперативтің ақшасы сол оған мүше адамдардың салған жарнасынан, жаңағы төлеген өтемінен содан жиналады ақша. Сол ақша жиналған кезде, жеткілікті сомаға жеткен кезде ол жаңағы займды алады. Міне осыны естіген кезде ол кісі бірден күрт шыға кетті. Мен 6-7 ай күтуге шамам жетпейді, маған қазір керек ақша деді. Мен қазір алуым керек. Бір кісімен келісіп қойдым, сол сататын пәтерді мен алуым керек дейді. Мен ол кісіге айтып жатырмын, сіз қазір алсаңыз ипотека алуға тура келеді, өйткені қолыңыздағы бар ақша 10 миллионға жетпейді. Сондықтан да банктен ипотека аласыз, ол сізге қымбатқа түседі. Десем, жоқ, мен қымбатқа түссе де енді амал жоқ, сол ипотека аламын дейді, ол кісі айтады. Өйткені маған қазір алу керек, кешіктіруге болмайды дейді. Сөйтіп, ол кісі табанда сол шешімін өзгертіп, қоштасып кетіп қалды. Содан кейін мен өзімше жаңағы кісі ипотека алған кезде қанша ақша төлейді, қанша ұтылады, немесе ұтады, сол туралы өзімше сараптама жасап көрген едім. Бізді мекемеде қызмет істейтін бір жігіт алдында ғана 10 миллион теңгеге осы Көкшетау қаласынан пәтер сатып алды. 40%-ын төледі, алғашқы жарна ретінде 40%-ын төледі. Қалған 6 миллион теңгені ол 10 жыл мерзімге 14%-бен ипотека алды. 98 мың теңге төлейді айына. Мен калькулятормен есептеп көрсем, 98 мың төлегенде ол 10 жылда 14 миллион 400 мың теңге төлейді екен. Алдында төлеген 4 миллион теңгесін қосқанда 18 миллион 400 мың. Оның үстіне тағы да ипотека алғаннан кейін сізге банк жыл сайын үйді сақтандырып отырғызады. Сақтандырып отыру керек болады. Сақтандыру компаниясында сіз жыл сайын бір реттен 10 мың, 15 мың, 20 мың теңге деңгейінде сақтандыру ақшасын төлеп отырасыз жарнасын. Соның бәрін есептеген кезде
18,5 миллионнан асып шығады екен. Яғни айтқанда сонша ақшаға түседі екен. 10 миллион теңгенің пәтері 18,5 миллионға түседі екен. Ал енді займ алса егер, мынау тұрғын үй кооперативінен мен ұсынған зайымды алса, мысалы 10 миллион теңге, мінекей мынау калькулятор сол жаңағы тұрғын үй, Беспи тұрғын үй кооперативінің қызметіне арнап жасалған, арнайы жасалған калькулятор. 10 миллион теңге мінекей жазып қойдық. 10 миллион теңге 35% алғашқы жарна төлейді. 2% өсімменен займ алады. 120 айға, яғни 10 жылға. Сонымен бірге 10 мың теңге ай сайын кооперативті ұстауға төлеп отыратын жарнасы тағы бар. Соның бәрін қосқанда бұл кооператив мүшесіне 13 миллион 78 мың 760 теңгеге түседі екен. Яғни айтқанда 3 миллион теңге артық төлейді екен. Енді өзіңіз есептеп көріңіз. Ипотека алсаңыз сіз, онда 18,5 миллион теңгеге түседі екен әлгі үй. 18,5 миллион теңгені жазып қояйық. Жазып түсінуге кішкене дұрыстау болар. $18,5 миллион теңге ипотека арқылы алса егер. Ал енді тұрғын үй кооперативінен алса, бұл 13 миллион теңгеге түседі. Арада айырмашылық мінекей 5,5 миллион теңге. Егер ол кісі сол қазір алам деп сезімге берілмей, күтсем күтейін, 6-7 ай жарайды, ештеңе алмас деп ақша үнемдеуді ойлаған болса, онда 5,5 миллион теңге үнемделеді. 5,5 миллион теңге деген қарапайым адамдар үшін әрине бұл біраз ақша, көп ақша. Оның үстіне ай сайын 100 мың теңгеден артық ақша төлеп отырса, ол да қалтаға салмақ түсіреді. Ал мына жерде 75 мың теңге ғана. Көрдіңіз бе енді, осы қарапайым бір оқығаны өзі, мысалы, жаңағы көп адамдардың бойындағы осы бір үнемшілдікке деген немқұрайды қарайтын бір қасиетті сезінуге болады. Бұл әрине бір ғана мысал, бұндай мысалдарды өмірде көп кездестіруге болады.